Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Сіздер мен Наргиза. Мен бүгін сіздерге сочный дәмді болып шығадыған котлет жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін күзетіп, баға беріп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментария сіздерден күтіп қаламын. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алсаңыздар деймін. Сіздерді алда қызықты видеолар күтеді. Ал енді котлеттерімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 1 штук сәбіз, 1 штук картошка, 2 штук пияз керек болады. Олардың барлығыны блендер көмегімен жақсылап майдалап аламыз. Ал енді майдалап алған масалықтарымыздың үстіне фаршымызды қосып, үстіне 2 жұмыртқаны шағып саламыз. Ішіне көкөністерді турап жүрсеңіздер, одан да дәмді болады. Менде укроп пен кашниш бар еді, соларды турап салдым. Сіздерде бар көкөністермен пайдалансаңыздар болады. Ал ақырда нанның кепкен ұрпақтарын салып, сухарикті жақсылап мыжып, тұз, мұрыш, зіремізді салып, дәмдерін реттейміз. Тұз, мұрыштан бөлек шашлықтың приправасын қосып жібердім, дәмі одан да дәмді болып шығады. Біздің котлеттеріміздің маңызды жері осы жерде біз 10 минут көлемінде осылай бір-біріне лақтырып, жақсылап біріктіріп аламыз. Соң бетіне фольга қағазымызды жабып, холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Ал 2 сағаттан кейін котлеттерімізді алып, қолымыздың көмегімен қалаған фигураларыңызға келтіріп, фигура шығарсаңыздар болады. Котлеттерімізге фигураларын беріп болдық. Енді табамызға майды қыздырып, котлеттерімізді салып, оң сол беттеріні жақсылап орташа отта қызарттырып пісіріп аламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Котлеттерімізді бірін-кетін видеода көріп тұрғандай пісіріп ала береміз. Ол котлеттерімізді қалаған гарнирлеріңізбен тартсаңыздар болады. Қаласаңыздар картошканы қайнатып пюрестеп, болмасам күріш қайнатып, соның жанына тартсаңыздар да болады. Ал біздің балдар соуспен жегенді ұнатты, сондықтан соус дайындадым. Соусқа сметанаға укроп салып, тұз салып дайындадым. Ас болсын, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.